Көп адам ойлайды, қан бауырды түзіледі, не болмаса көк бауыр жасайды деп. Рас, бала кезінде, құрсақтағы кезеңде солай болады. Бірақ ересек адамда қан тек қана сүйек кемігінде түзіледі. Сүйек дегенде адамдардың көзіне бірден қолдың, аяқтың жілігі елестейді. Соның ішінде ме дейді. Бірақ нақты сүйек кемігі ұзын сүйектердің ұшында, жамбас сүйегінде, қабырғада, төсте, омыртқада болады. Ал балада барлық сүйекте қызыл кемік бар. Өсе келе оның біразы кемікке айналып, қан түзуді тоқтатады. Енді ең қызығы, барлық қан жасушасы бір ғана бағаналы жасушадан пайда болады. Көп студент шатасатын, эритроцит бөлек, лейкоцит бөлек, тромбоцит бөлек жасушадан шығады деп ойлайды. Жоқ, бәрі ортақ ата-анадан тарайды. Бұл бағаналық жасуша қалаған жағына бағыт алады. Мысалы, эритроцит болам десе, эритропоэз жолына түседі. Лейкоцит болам десе, миелопоэз жолына кетеді. Яғни бұл жер кәдімгі әулет шежіресі сияқты бір атаның балалары. Кейін әртүрлі салаға кетеді. Біреуі мұғалім, біреуі дәрігер, біреуі әскер, бірақ түбі бір. Енді көп студент шатасатын нәрсе эритроциттің даму кезеңдері. Кітапты қарасаң, бір сурет, онда 5-6 түрлі атау бәрі ұқсайды. Сондықтан көп адам жаттай алмайды. Бірақ былай ойлашы, эритроцит бауырына салмақ алып тастаған жасуша. Алдымен ол проэритробласт, ядросы үлкен, бәрін басқаруға тырысатын бастық сияқты. Кейін базофилді эритробласт, цитоплазмасы көк, өйткені ішінде РНК көп, әлі белсенді жұмыс істеп жатыр. Сосын полихроматофилді эритробласт. Мұнда екі түстің араласып кеткенін көресің. Көкте бар, қызылда бар. Бұл жасушаның өтпелі кезеңі. Бір жағынан ескі қасиеті бар, бір жағынан жаңасы қалыптасып жатыр. Кейін оксихроматофилді эритробласт, мұнда гемоглобин толып, қызыл түс басым болады. Соңында ядросын лақтырып тастайды да ретикулоцит шығады. Ол толық жетілсе, кәдімгі эритроцит болады. Міне осылай әр кезеңін елестетсең, анау не еді, мынау не еді деген шатасудан құтыласың. Аққан жасушаларына келгенде тағы бір қате түсінік бар. Көп адам ойлайды, лейкоцит бір жасуша деп. Жоқ, ол үлкен отбасы. Оның ішінде нейтрофил, эозинофил, базофил, лимфоцит, моноцит деген балалары бар. Әсіресе нейтрофилдің дамуы шатастырады. Ол миелобласттан басталады. Кейін промиелоцит, миелоцит, метамиелоцит. Таяқша ядролы нейтрофил, ең соңында нейтрофил. Бұл да кәдімгі оқу сатысы сияқты. Бірінші сынып, екінші сынып, соңында бітірген кезде ғана толыққанды сарбаз болады. Миелоциттер болса, сүйек кемігінен шыққан соң сыртта оқуға кетеді. Бір бөлігі айырша безге барып та лимфоцитке айналады. Бір бөлігі сүйек кемігінде қалып лимфоцит болады. Кейін екеуі де иммунитет үшін күреседі. Көп студент тромбоцит те кәдімгі жасуша ғой дейді. Жоқ, тромбоцит толық жасуша емес. Ол мегакариоциттің бөлшектері. Мегакариоцит өте үлкен жасуша. Сол үлкен жасуша жарылып, ұсақ-ұсақ бөлшектерін шашады. Әр бөлігі тромбоцит. Сондықтан тромбоциттің ішінде ядро жоқ. Бірақ ол өте маңызды. Қанның тоқтауына көмектеседі. Көрдің бе? Қан түзу деген жай ғана қан сүйек кемігінде түзіледі деген сөз емес. Оның артында нақты тәртіп, нақты кезеңдер бар. Ең үлкен қате түсінік әр жасушаны бөлек-бөлек бастау алады деп ойлау. Шын мәнінде бәрі-бір әулеттің баласы. Сен осыны түсінгенде ғана гистологияны басың ашылып, расында мен басқаша ойлап жүр едім, ал шын мәнінде осылай екен ғой дейсің. Видео ұнаса арнаға жазыл.